Әлемдегі сіз білмейтін оқиғалар, қызықты деректер мен тың ақпарат ғаламатта Арай Райспен. Әлемде миллиардтаған адамдар осы түнді күтеді. Үйлер безендіріледі, қалаларда от шашу жанады, және де керемет мерекелік көңіл күй болады. Бірақ бұл жай ғана күн емес, жай ғана от шашуға толы түн емес. Бұл барлық мемлекеттің, барлық елдердің тарихы мен дәстүрлерін бір күнге тоғыстыратын ерекше мереке. Біз бүгін жаңа жыл туралы сіз білмейтін ерекше деректермен бөлісеміз. Елестетіп көріңіз, біздің дәуірімізден мыңдаған жыл бұрын вавилондықтар жаңа жыл мерекесін қыста емес, көктемде тойлаған. Және біз секілді бір күн емес, оны 11 күн бойы тоқтамастан тойлаған. Ал 1 қаңтарды жаңа жыл еткен Рим императоры Юлий Цезарь болған. Неліктен 1 қаңтар? Себебі қаңтар айы 200-ді құдай Янустың айы болып есептелген. Оның 100-і өткенге, 100-і болашаққа қарап тұрған. Испанияда сағат түнгі 12-де 12 жүзім жеп үлгеруіңіз керек. Себебі әр жүзім бір айдағы жақсылықтың нышаны деп сенген. Егер жыл басында 12 жүзімді тез-тез жеп үлгерсеңіз, жыл бойы жолыңыз болады деп ойлаған. Ал Жапонияда 108 рет қоңырау шалынған. Әр қоңырау ол 108 жаман ойдан тазарту. Жүрегіңізді ақ қылып жаңа жылда жаңа жүрекпен қарсы аласыз деп сенген. Ақпарат қызық па? Арнамызға жазылып, лайк басуды ұмытпа. Данияда ескі тәрелкелерді есік алдына сындырған. Кімнің есік алдында сынық тәрелкелер өте көп болса, сол отбасы бақытты деп сенген. Ал Филиппинде дөңгелек ол бақыт пен ақшаның символы болған. Сондықтан да жаңа жыл мейрамында олар дөңгелек жемістерді жеп, дөңгелек өрнектерден киім киген. Ал Қазақстанда біз жаңа жылды 2 рет тойлаймыз. 31 желтоқсаннан 1 қаңтарға қараған түні және өзіміздің Наурыз мейрамымызда. Жаңа жыл мейрамында әр отбасының балалары Аяз атаға хат жазады. Ғажапқа сенеді және шыршаны безендіреміз. Ал шыршаны безендіру қайдан шыққанын білесіз бе? Алғашқы шыршаны безендіру Германиядан шыққан. Ол кезде алғашқы ойыншықтарды шынымен ұсталар қолдан жасаған. Әлемдегі ең биік шырша Бразилияда орнатылады. Оның биіктігі 70 метр. Бұл шамамен 25 қабатты үймен тең. Ал Италиядағы Губио қаласында шыршаны тау бетіне орналастырады. Оның биіктігі 650 метрге тең. Бұл шын мәнісінде ғажайыпқа толы керемет көрініс. Біз көріп жүрген Санта-Клаус үнемі қызыл киімде болды деп ойлайсыздар ма? Қателесесіздер. Себебі Санта-Клаустың қызыл түске киюіне себеп болған Coca-Cola компаниясы. 1930 жылы Coca-Cola компаниясының жарнамасынан кейін әлемнің барлығы Санта-Клаусты дәл осындай қызыл түсте таныды. Ал Испанияда Сантаның 13 түрі бар. Оларды өліктің ұландары деп атайды. Мінездері әртүрлі. Бірі ұялшақ, біреуі тентек. Финляндияда Санта-Клаустың мекені Лапландия деп танылған. Қарлы орман, шана, бұғы, нағыз сиқыр. Ақпарат қызық па? Лайк басуды ұмытпа. Фейерверк Қытайда ойлап табылған. Оның негізгі міндеті жын перілерді үркіту болған. Бірақ бұл үрдіс әлемнің барлық түкпір-түкпіріне таралып, жаңа жылдың символына айналды. Енді мына қызыққа қараңыз, жаңа жыл түні әлем бойынша 1 миллиард фейерверк атылады. Ал дүние жүзі бойынша ең үлкен жаңа жыл кеші Рио-де-Жанейрода өтеді. Ол кешке 2,5 миллионнан астам адам жиналып, көңіл көтеріп, ән салып, үлкен карнавал өткізеді. Нью-Йорк Таймс скверіндегі әйгілі шар 1907 жылдан бері түсіріліп келеді. Ал қазір ол 2688 жарқыраған кристалдан тұрады. Ал әлемдегі ең қымбат шырша қайда орналасқан білесіз бе? Әрине Абу-Дабиде. Оның құны 11 миллион доллар. Неге соншалықты қымбат дейсіз ғой? Себебі ойыншықтардың барлығы алтын мен гауһардан жасалынған. Жапонияда жаңа жылда міндетті түрде ұзын кеспе береді. Ұзақ ғұмыр белгісі. Испанияда жасымық ақша шақырады. Германияда тәтті пончик жетістік әкеледі. Арай Райс ерекше арнадағы ерекше ақпарат.